қасиетті Маңғыстау топырағында бүгін үлкен бір киелі шаруа бітіп жатыр дегесін келіп тұрмыз Астанадан әдейі. Жалпы Маңғыстау топырағында туған перзенттердің тіріде көп қадірі болмаса да, өлгесінің көпшілігі әулие болып кетеді-ау деймін. Әйтпесе 362 әулие басқа қазақтың басқа аймағында жоқ секілді. Енді жылдар өткен сайын сол 362, 400, 500-ге барып барады деп үміттенемін өзім. Аман болыңыздар. Сіздерге жақсылық тілейміз. Мынау қаланың, Ақтау қаласының ортасында салынған Алла Тағаланың үйіне біздің Бекет бабамыздың аты беріліп жатқанының өзі бір үлкен қуаныш әкелетін, көңілге шүкіршілік әкелетін шаруа. Осы шаруаның басын бастаған, соңын аяқтаған біздің бауырларымызға, жаңағы Ләззат інімізге, Серік Сұлтанғалиев деген сәулет жасап жүрген бауырымызға, осындағы басқа да жігіттерге үлкен рахмет көңілдері үшін. Бұған берілген қаржы аспаннан түсіп жатқан жоқ. Ол Маңғыстаудың мұнайының, Қазақстанды асырап отырған осы топырақтың мұнайының қаржысына салынып жатқан нәрсе. Ешкім ештеңе беріп жатқан жоқ, әкеліп жатқан жоқ. Сондықтан осының бәрі сіздердің байлықтарыңыз. Осы байлықтың киесі сіздерге жұғысты болсын. Әрқайсыңызға, отбасыларыңызға, бала-шағаңызға осы Алла Тағаланың үйінен жарқыраған нұр жұғысты болғай деп тілеймін. Үлкен рахмет.